Бисмилля, бүгін біз дәрет алуды үйренетін боламыз. Ең алдымен дәрет алуға дайындалып, жейденің жеңін шынтаққа дейін сыбанып, содан кейін мүмкін болса құблаға қарап, «Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим» деп, Алланың разылығы үшін дәрет алуға ниет етеді. Екі қол саусақтардың арасы салалай отырып, білезікке дейін 3 рет жуылады. Оң қолмен 3 рет су алып, ауыз шайылады. Осылайша ауыз қуысында тістер арасында қалып қойған тағам қалдықтарынан тазаланады. Оң қолмен мұрынға 3 рет су алынады да, сол қолмен сіңбіріп тазаланады. Қолдың алақанына су алынып, бет 3 рет жуылады. Су шаштың жиегінен бастап, иектің астына дейін және құлақтардың алдына дейін жетуі тиіс. Алдымен оң қол білек шынтақпен қоса 3 қайтара жақсылап жуылады. Сосын сол қол білек шынтақпен қоса 3 қайтара жақсылап жуылады. Екі қол суланып, бастың бәріне масих тартылады. Екі қолдың сұқ саусақтарымен құлақтардың іші, ал бас бармақпен құлақтың арт жағына масих тартылады. Қолдың сырт жағымен мойынның артына масих тартылады. Алдымен оң аяқ тобықпен қосылып, 3 қайтара сол қолмен жуылады. Аяқты жуғанда бақайлардың ұшынан бастап, олардың арасын салалап, әсіресе өкшені жақсылап жуу қажет. Сондай-ақ тобықтан жоғары шығарыңқырап жуған абзал. Содан соң сол аяқ тобықпен қосылып, 3 қайта сол қолмен жуылады. Оң аяқты жуғандай бақайлардың арасына, өкшенің жуылуына мән беріп жуу керек. Дәрет біткен кезде құблаға қарап калима-и шахадат оқылады. Фарыздары мен сүннеттері және әдебін толық орындай отырып, толығымен дұрыс алынған дәрет осылай болады. Кейінгі сабақтарды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.